Құрметті ағалар, тойларыңыз құтты болсын, оң болсын. Мынау Ғафу Қайырбеков атаның сөзіне жазылған бір кішігірім жыр іспеттес шумақтардан құралған оқиға баяндауы халық арасында жүрген Бекет ата жайындағы бір аңызды шумақ ретінде жазып халыққа тастап кеткен екен. Қабыл алыңыздар. Ғафу Қайырбеков Бекет ата туралы аңыз. Кезінде ел басына бұлт айналған, бекет келтіресінде ақсиынған. Кісекел сәлемінің өз рақат, кететін кездескенде шерім тарқап. Көзінде көкшіл жалын жана деген, қапылай қалса біреу, дүнияу атын атаған. Сондықтан оның атын көп айтпаған, күні жоқ қасиетті молда айтпаған. Алдында жатады екен жолбарысқа, ит құстың маңайына жолатпаған. Жалғыз-ақ бір құрдасы тиіп қашып, онымен ойнайды екен иық тасып. Ел айтқан әруағына сеніңкіремей, әр жерде көлденеңдей дүнияу жүріп тасып ай. Бір күні сол құрдан жолға шыққан, ауғандай атам түйе арбасынан, қатылы баласымен қоса қалған, құлдилап құлап кеткен жарбасынан. Сорғалап төмен құзға бара жатып, қалыппайып Бекетті бір тіл қатып, дігетіп аман есен жерге түскен. Түсінен оянғандай, ой дүния ойға батымай. Қадірін құрдасының сондан қарған, еңіреп айданада жылап алған. Бекетжан айналайын сен болмасаң, мен үшін құрым ай мынау жалған. Депті бұл бір жиында Бекет ерге, талай жыл кетіп табен текке берме. Кеш батыр кеңдігінен шапағатпен кетпесін әзіл қара, дүнияу шүйкі кеңден ай. Депті Бекет қолдағаным шырқырап ұшарыңдай сонда жаным. Маған да әзіл айтар біреу керек, обал ғой сенің тірі болмағаның. Жалма-жан жауырынан да тоса қалған, сарatan белімнен бек баса қалған. Нанбасаң қарай көрден шешінгенде, құрдастың сол арада ой дүнияу шашар арғанай. Түйенің төрт табаны басқалатпақ, тұр екен жотасында мөрді ұйғатпақ. Сабазай деп күрсінген қараған жұрт, жөнелген әулиенің атын жатқан. Осаңыз естігенде есім қалған, осындай ел жадында есім қалған. Адайлар яд екендеп сыйынғандай, кеңейіп сала бергей дүнияу есіл жалғанай. Біздағы пендеміз ғой бұл кешіккен, сауындай қалып қатер шығып дестім. Сорғалап сондай қыздан құларымдай, арман не яд екендеп тұрып кетсем. Сорғалап сондай қыздан құларымдай, арман не яд екендеп. Дүнияу тұрып кетсем, дүнияу тұрып кетсем ай.